Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы Әзірет Сұлтан мешіті ұсынады. Жұма күнгі уағыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم صدق الله العظيم әуелі баршаңызға Алланың сәлемі, Алланың рахымы, Алланың берекеті жаусын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ардақты ағайын, қасиетті жұма, қасиетті ереже байы баршаңызға құтты мүбарак болсын. Дұға тілектеріңізді, құлшылық тағаттарыңызды жаратушы Алла тағалам қабылдыққа жазсын. Пенделікпен біліп істеген, білмей істеген, жасырын істеген, жария істеген кемшілік қателіктерімізді, күнәларымызды Алла тағалам өз мархаметімен, өз мейірменен жарылқау берсін. Біздің тақырыбы ас ішу әдебі. Мен жоғарыда аятты оқыдым, Бақара сүресінің 172 аятын оқыдым. Уа иман келтіргендер, біз сендерге берген жақсы нәрселерден жеңіздер, ішіңіздер дейді. Ислам діні тек қана құлшылықты ғана үйретіп қойған жоқ. Ислам діні адамзаттың, жалпы мұсылман баласының күнделікті тіршілікте ұйқысынан тұрғаннан ұйқыға кіріскенге дейінгі барлық жағдаятты қамтыған. Міне соның ішінде біздің ішіп жеуімізді де қамтыған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Қазақта айтады, ас адамның арқауы дейді. Міне, алайда мұсылман баласы қолына түскен нәрсені ішіп, яки болмаса қолына түскен нәрсені жемейді. Бірінші оның тазалығына, адалдығына мән береді. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біздерге ненің қалай жеу керек екендігін, адал жақсы нәрсенің қалай жеу керек екендігін, қалай ішу керек екендігін біздерге сүннет амалдармен үйретіп кеткен, мұра етіп қалдырып кеткен. Ал енді осыны пайғамбарымыздың бізге қалдырған әдептерін қазақ халқы өзіне дәстүрге айналдырған. Міне, демек, дініміз бен дәстүр бітіскен, біздің қазақ халқының қалай отырып тамақ жеуден бастап, соңына бітіргенге дейінгі барлық нәрсені қамтып кеткен. Олай болатын болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадистерінен біз тәртіп бойынша қолды тамаққа дейін және тамақтан кейін жуу әдебін үйренеміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде тамақтың берекесі тамаққа дейін және тамақтан кейін қол жууда дейді. Тамақтың берекеті қолды тамаққа дейін және тамақтан кейін жууда жатыр дейді. Екінші бір хадисте кім үйінде жақсылықтың артқан қаласа, тамаққа дейін, тамақтан кейін қолды жууды ұмытпасын, және
үй ішіндегілерге осыны насихаттасын дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан сөзінде, әрбір айтқан сөзінде хикмет бар. Енді қараңыздаршы, қолды жумай тамақ жеу, ол біздің қазіргі медицина ғылымы айтқан уақыт қарағанда көптеген микробтар, вирустың жұғуы, кір болғандықтан, бактериялардың адам баласына қауіпті екендігін пайғамбарымыз 14 ғасырдан айтып отыр. Қолдарыңыз тамаққа дейін, тамақтан кейін жуыңыздар деп отыр. Демек, пайғамбарымыздың айтқан хадисінде берекеттің болуы сіздің жеген адал және таза тағамның асқазанға өтуінде бактерия яки болмаса микроб өтпес үшін қолыңызды жақсылап жуыңыз дейді пайғамбарымыз. Енді пайғамбарымыздың мына бір хадисіне құлақ түріңіздерші. Инна шайтана хассанун лахасун фахдуруху аля анфусикум дейді. Абу Хурайрадан жеткен хадисте, радиаллаху анху, біздерге былай деп жеткізеді: шайтан өте сақ, өте қу. Өздеріңізді одан қорғаңыздар дейді. Кім қолы тамақ, яғни ет жеп болғаннан кейін, ет сасып, яғни жумастан, ет жеп болғаннан кейін, қолы ет сасып, тамақ сасып, сасыған күйде ұйықтайтын болса, содан кейін бір нәрсеге ұрынса, онда өзінен басқасын кінәламасын дейді. Не деп айтқысы келіп тұр пайғамбарымыз? Демек, мәселен тамақты жедік, қолымызды етке, жаңағы қамырға салып тұрып жедік, қолымызды жуған жоқпыз, сол жеген жерде ұйықтап қалдық. Қолымыз жаңағы тамақ сасыған күйінде. Содан кейін бір бәлекетке ұрынса дейді, жын шайтан оны ұрса деп отыр. Қараңыздар, жын шайтанға кезікше, жын шайтан оны ұрса, бір нәрсеге пәлекетке ұрынса, онда басқа ешкімді кінәламасын, кінә өзінде деп отыр. Демек, жын шайтан сіздің қолыңыздағы сасыған тамақтың иісіне келеді екен. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тамақтан алдын қолыңды жу, жеген тағамың таза болып барсын, тамақтан кейін қолыңды жу, жын шайтан саған жоламасын деген. Демек, құрметті бауырлар, тамақтың әдебінде тамақтан алдын, тамақтан кейін мұсылман баласы пайғамбарымыздың сүннетін орындау мақсатында қолын жақсылап жуу қажет. Екінші пайғамбарымыздың хадисіндегі ас ішерде бисмилля сөзін айту. Бұл мұсылманның ұраны. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ерекше рақымды, мейірімді Алланың атымен бастаймын деген сөз. Қазақта сөз бар: сөздің басы бисмилля, бисмилласыз іс қылма дейді. Сондықтан да әрбір іс-әрекетімізде бисмиллямен бастауымыз қажет. Міне, сол секілді тамақты асты алатын кезде бисмиллахир-рахманир-рахим, яки болмаса қысқа бисмилля, Алла атымен бастаймын деген сөз деп бастайтын болсаңыз, ол тамақта берекет болады дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі өсіріп тәрбиелеген Омар ибн Әбу Саламға айтады: ей балақайым, ей балам, бірінші бисмилля айт, оң қолыңмен же, әрдайым алдыңнан же деп насихат келтірген. Міне, бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтқан уақытыңызда ісіңіз оңға басады. Енді мысал келтіретін болсақ, бисмилля, үйге кірер кезде
бисмиллахир-рахманир-рахим, ассаламу алейкум деп сәлем беріп кіретін болсаңыз үйіңізге, онда сізбен бірге ілесіп келген шайтан дереу ол үйге кірмей қашады дейді хадисте. Сол секілді әрбір нәрседе жатар уақытымызда бисмилланы айтып, өзіміздің Алла тағалаға сыйыну дұғасын айтатын болсақ, онда төсекке ол мұсылманмен бірге шайтан жатпайды, ол бөлмеден қашады деген хадис бар. Әрбір істе бисмилла айтатын болсақ, біз не істейткеніміз шайтанды үнемі өзімізден қорған жасап аламыз. Біздің бисмилла сөзіміз бізге қорған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мына бір хадисіне құлақ түретін болсақ, «Иза акала ахадукум тааман фальяқул бисмилlah. Фаин насия фил ауали фальяқу фил ахири бисмиллахи фи ауалихи ва ахирихи». Айша анамыз айтады, радиаллаху анха, қайсы біріңіз тамақ жейтін болсаңыз, бисмилла сөзін айтсын дейді пайғамбарымыз. Егер тамақ бастар кезінде бисмилланы ұмытып кетсе, есіне түскен кезде дереу бисмиллахи фи ауалихи ва ахирихи деп айтсын дейді. Мағынасы қандай? Тамақ жеп жатқан уақытымызда бисмиллахи басынан соңына дейін бисмилла деп айтсын дейді. Қараңыз. Басынан соңына дейін бисмиллахи фи ауалихи ва ахирихи деген, Алла, мен басынан соңына дейін бисмилла айттым деп айтады. Міне сол уақытта шайтан алады екен, ол кісімен табақтас болып жатса, дереу қашады дейді. Дереу қашады дейді. Сондықтан да шайтанмен табақтас болғымыз келмейді дейтін болсаңыз, пайғамбарымыздың сүннет амалымен бисмиллахир-рахманир-рахим деп бастасаңыз, онда сол асыңызда береке болады екен. Бірде Айша анамыз айтады, 5-6 кісі болып, сахаба болып, пайғамбарымызда тамақ жеп отыр еді дейді. Сырттан бір бәдәуи келді дейді, мешітке. Сосын ол отыра қалды да дереу аузына салып жеді дейді. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп айтты, келген кісі бисмилламен бастағанда, онда біздің тамағымызда берекет болатын еді, әрқайсымыз тойып жейтін едік деді. Қараңыз, бисмилласыз айтпағандығы үшін тамаққа шайтан ортақ болды дейді. Міне, құрметті бауырлар, енді пайғамбарымыздың келесі бір құлақ түретін болсақ, отбасында асқа бірге отырып, асты бастау және үлкен кісінің бастауы. Асымыз берекелі болу үшін, құрметті бауырлар, үйдің барлық мүшесі бірге отырып, үйдің отағасы, яки болмаса үйдің ақсақалы, яки болмаса үйдің әжесі, ақсамайлы, үлкені бастаса, бисмиллахир-рахманир-рахим деп оң қолдан бастаса, үйіндегі қалған мүшелері де одан кейін бисмилла айтып жейтін болса, ол үйде берекет көбейеді дейді пайғамбарымыз. Өйткені Уақши ибн Хариб кеп сұрайды пайғамбарымыздан, уа Расулалла, біздің үйде тамақта берекет жоқ дейді. Қанша жесек те тоймаймыз дейді. Сосын пайғамбарымыз сұрайды, сіздер үйде жеке-жеке жейсіздер ме, әлде ортаға қойып бірге отырып жейсіздер ме деп сұрады пайғамбарымыз. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға әлгі Уақши, әрқайсымыз жеке-жеке отырып жейміз деді. Сонда пайғамбарымыз өзінің кеңесін берді. Егер үйде береке болсын десең, үйдің мүшелерін, үй иелерінің барлығын бір уақытқа жина, ортаға табақты қой, одан кейін бірге бастап, бисмилламен бастап жейтін болсаңыздар, тамақтарыңызда берекет болады деді. Міне,
пайғамбарымыздың осы бір хадистен алатын үлкен бізге өнеге, тамақты отбасымен бірге жеу, үлкен кісінің бастап жеуімен береке пайда болады екен. Пайғамбарымыздың келесі бір хадисінен алатын өнеге, астан кемшілік іздемеу. Үйге қонаққа біреу кісі сізді шақырды, яки болмаса үйіңізде жаңағы келініңіз, болмаса әйеліңіз тамақ пісірді. Сол кезде азда да бол сол тамақта аста кемшілік болатын болса, көпшіліктің алдында сол тамақтың кемшілігін айтпауымыз қажет екен. Айша анамыз айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам астан ешқашан кемшілік іздемейтін. Тәбеті болса жейтін, тәбеті болмаса жемейтін. Ал егерде тамақта кемшілік болса, оны жеке өзімізге білдіретін жұмсақ тілмен, жақсы сөзбен жеткізетін дейді. Сондықтан да қараңыздар, үйден берекетті кетірмес үшін үйдің отанасына, болмаса келінге, әй, кемпір-ау, мына келінге айт, тамақта кішкене азда кемшілік бар, жақсылап жеткізіп қой деп, міне осылай басқа бір жаңағы енесі арқылы жеткізетін болса, міне сонда үйде берекет қашпайды екен. Тағы да үйде берекеттің болуы, бейтаныс адамды қонаққа шақыру. Қазақта айтады ғой, қырықтың бірі қыдыр, мыңның бірі уәли деген. Шақырмаған қонақ құдай қонақ деген қазақта. Сондықтан да егер мұқтаж болатын болса, әсіресе Рамазан айында, құрметті ағайындар, сол жаңағы ауызашар уақытында дұғамыздың қабыл болсын дейтін болсаңыздар, пайғамбар сүннетін орындауымыз қажет. Келген қонақ, шақырылмаған қонақты, яки болмаса бейтаныс сапардан келген кісіні үйге алып барып, ауызашарда сол кісілерді дәмауыз сергізіп, одан кейін сол кісілердің батасын алу, нағыз сол үйге, сол дастарханға берекет шақырады дейді. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды бір сахаба үйіне шақырады. Сіз келіңіз деп 4 кісіні шақырады. Сөйтіп мешітке бейтаныс бір кісі келеді, қарны аш болып. Сосын пайғамбарымыз ол кісіні де ертіп барады сол кісіге. Сосын сұрайды, әй пәленше, сен бізді шақырдың, мына кісі қонақ дейді. Қаласаң үйге кіргіз. Сонда әлгі сахаба айтады, уа Расулалла, сіздің алып келген қонағыңыз біздің қонағымыз дейді. Сөйтіп әлгі қонақты отырғызады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, міне бұл үйге берекет кірді. Пайғамбарымыз отыр, сахабалар отыр, және бейтаныс кісінің қонақ қылуы үйге берекет кіргізеді дейді. Құрметті бауырлар, пайғамбарымыздың ас ішудегі тағы да әдептерінің бірі, сүннет амалы, асты оң қолмен жеу. Шариғатымызда сол қолмен жеуге болмайды. Оны жасау мәкрух, яғни дінімізде жағымсыз амал. Егерде мүгедектік, науқастық секілді үзірлі болатын болса, онда сол қолмен жеуге болады. Ал оң қолымыз аман сау тұрған уақытта сол қолмен жеу шайтанмен бірге табақтас болу деген сөз. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның мына бір хадисі: «Ла якуланна ахадукум бишималихи ва ла яшрабанна биха. Фа инна шайтана якулу бишималихи ва яшрабу биха». Сендерден ешбіріңіз сол қолмен ішіп жемесін. Өйткені шайтан сол қолмен ішіп жейді дейді. Және кім сол қолмен ішіп жейтін болса, шайтан бірге табақтас болғаны дейді. Мен көбінесе астарға, жиынға барған уақытымызда Европаның стилінде
оң қолында пышақ, сол қолында вилка, шанысқы, соны кесіп алып сол қолмен жеп отырады. Бұл Европадан келген батыстың мәдениеті. Исламның мәдениетінде пышақпен оң қолмен кесіп жейміз. Одан кейін қайтадан сол оң қолдағы пышағымызды қойып, шанысқыны оң қолға алып, одан кейін барып, оң қолмен бастаймыз. Үнемі оң қолда пышақ, сол қолда шанысқы болсын деген талап жоқ. Сондықтан да қазақ халқы ислам дінінде ондай ешқашан сол қолмен жемеген. Біздің қазақтағы ата-бабаларымыз да ондай әдет болмаған. Сондықтан да осыны пайғамбарымыздың сүннет амалын жаңғыртуымыз қажет. Оң қолмен үнемі. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сахабаның сол қолмен тамақ жеп жатқандығын көреді. Сосын пайғамбарымыз айтады: "Ей пәленше, оң қолмен же" деп айтады. Сонда әлгі кісі оң қолмен жей алса да қырсығып, "Мен оң қолмен жей алмаймын" дейді пайғамбарымызға. Пайғамбарымыз наразы болып, ренжіп, "Оң қолмен жей алмай қал" деп айтады. Қараңыз, пайғамбарымыздың қандай ренжісі дұғаға айналды, қарызға айналды. Оң қолмен жей алмасаң, оң қолмен жей алмай кет дейді пайғамбарымыз. Сахабалар айтады: "Әлгі кісі бұрын оң қолмен жей алатын еді, одан кейін оң қолмен ешбір нәрсе ұстай алмайтындай халге түсті" дейді. Сондықтан да ешқашан қасарыспауымыз керек, ерегіспеу қажет. Оң қолмен жейтін болсақ, оң қолымызбен жеуіміз қажет екен. Міне, қадірлі ағайындар, осыған аса назар аударуымыз қажет. Тағы да пайғамбарымыздың мына бір хадисінде асты алдынан жеу. Пайғамбарымыздың мына бір хадисінде айтады: "Берекет астың ортасына түседі". Қараңыздар, берекет астың ортасына түседі. Сол үшін табақты ортасынан емес, шетінен бастап жеңіздер дейді. Берекет табақтың астың ортасынан түседі. Табақты үнемі шетінен бастаңыздар, алдынан бастаңыздар деп пайғамбарымыз қылған. Осындай біздерге насихат қалдырған. Сусын ішуді әдебі. Жалпы сусын ішудің әдебі. Тамақты қалай оң қолмен жесек, суды да сол секілді оң қолмен ішуіміз қажет. Қадірлі ағайындар, жаңағыдай бисмиллямен айту, оң қолмен ішу. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анхудан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деді дейді: "Суды түйе секілді бір деммен ішпеңіздер". Суды түйе секілді бір деммен ішпеңіздер. 2-3 деммен ішіңіздер. Бітіргесін Аллаға шүкіршілік етіңіздер дейді. Міне, су ішудің әдебі. Қолымызға бір стакан су берді. Сол бір деммен ішетін болсақ, біздің денсаулығымызға зиян екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны 14 ғасырдың алдын айтып отыр. Сондықтан да 2-3 мәрте ұрттағаннан кейін ыдысты өзіңіздің деміңізден ұзақ ұстайсыз. Сосын дем аласыз, дем шығарасыз. Одан кейін қайтып барып, 2-ші мәрте, тағы да 3-ші мәрте ішесіз. Неге? Өйткені, егер дем алмастай ішетін болса, адамның мұрнынан жағымсыз нәрсе шығып кетуі мүмкін. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деп отыр? Үнемі дем алып ішіңіздер дейді. Пайғамбарымыздың екінші бір хадисінде айтады, Абу Қатада радиаллаху анху хадисі: "Сендерден кім су ішетін болса, ыдысқа тыныс алмасын" дейді. Сонда ыдысқа дем алуымыз, тыныс алуымыздың өзі адамның денсаулығына зиян. Сіз өзіңіздің шығарған жаңағы көмір қышқылыңызды қайтадан сол суға жібересіз.
Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам суға тыныс алмасын, ыдысын ұзақ ұстасын, демалып болғаннан кейін қайта 1-2 жұтымдан кейін тағы да демалсын дейді. Пайғамбарымыздың осы су ішу әдебінде суды тұрып ішу мәселесі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады: «Ла яшрабанна ахадукум қаиман» дейді. Сендерден бірің аяқта тұрып су ішпесін дейді. Отырып ішсін дейді. Отырып ішкен су адамның ағзасына толықтай тарайтындығын айтып отыр. Қазіргі медицина ғылымы жалпы отырып ішу мен тұрып ішудің арасында үлкен айырмашылық барын айтады. Егер біз отырып ішетін болсақ, онда ішкен суымыз толықтай ағзаға, асқазаннан ағзаға тарайтындығын айтып отыр. Ал егер тұрып ішетін болсақ, дереу ол асқазаннан бірден не керек дейді, зәр шығаратын жолмен кетіп қалады дейді. Міне пайғамбарымыздың, құрметті бауырлар, пайғамбарымыздың тамақты ішу әдебінің тағы бірі оң тараптан бастау. Мәселенки қазақ халқында үлкен қонаққа, сыйлы адамға бас келеді. Қойдың басын алып келеді, яки болмаса шеке алып келеді. Міне осы шекені басталып келген уақытында сол сыйлы қонақ жеп болғаннан кейін оң жақтан бастап беру керек. Оң жақта кісі сүннет амал. Бірде пайғамбарымыздың оң жағында сол жағында Хазірет Әбу Бәкір, оң жағында жас сақаба отырады. Сосын пайғамбарымыз сұрайды жас сақабадан: «Мына мен сол жағымда Әбу Бәкір отыр, сен оң жағында отырсың. Рұқсат берсең, Әбу Бәкірден бастайын» дейді. Сонда әлгі сақаба айтады, жас сақаба: «Уа Расулалла, сізден кейінгі нәсіпті басқа біреуге беруді қаламаймын» дейді. Сосын пайғамбарымыз жымиып, әлгі жас жігітке береді. Демек қараңыз, рұқсатын сұрады, рұқсат бермеді, жас болса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам әлгі жас сақабаға берді дейді. Жас сақабадан кейін арғарай оң жақтан айналып, соңы Әбу Бәкір радиаллаху анхудан аяқталды дейді. Міне, сүннет амалдың бірі қандай су болсын, біздің ішетін қымызымыз болсын, болмаса тартылатын бас болсын, арғарай оң жақтан бастауымыз сүннет амалына екен иншалла. Құрметті бауырлар, пайғамбарымыздың тамақшу әдебіндегі бірі тағамды барынша аз жеу. Өйткені қазақта мақал бар ғой: тоқ адамды ұйқы басады, аш адамнан ұйқы қашады. Аштық не жегізбейді, тоқтық не дегізбейді. Тамақ ішсең тоқ боласың, артық жесең доп боласың дейді. Сондықтан да қазақ халқы жалпы тамақты аз ішіп жеудің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетінен келгендігін байқаймыз. Міне, расында егер тамақты мөлшерден тыс жейтін болсақ, құлшылыққа деген біздің ықыласымыз, біздің құлшылыққа деген біздің ынта жігеріміз азая бастайды. Ал адамның ішкі асқазаны 3 бөлікке бөліну керек пайғамбарымыз сүннеті бойынша. 3 бөлікке: 1 бөлігін тағамға, 1 бөлігін суға, 1 бөлігін ауаға қалдырыңыз дейді. Тамаққа толтыратын болсаңыз, онда адамның ұйқысы келеді, құлшылыққа ықыласы азаяды. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің сүннет амалында ешқашан қарны ашпастан тамақ жемеген, қарны тоймастан тамақты доғартқан пайғамбар сүннеті. Міне, сондықтан да қадірлі ағайындар, Алла тағала осы бүгінгі айтылған уағызымыздың пайғамбар сүннетін амалын орындауды баршамызға нәсіп етсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз баянды болсын. Алла тағалам қасиетті ережебайын, алда келе жатқан Шағбан айын біздерге берекелі қыла көр. Рамазан айына аман есен қауыштыра көр.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنك عفو، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. الله